Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Мен сіздерге қазір тәжірибе жасағым келіп отыр. Мынау енді екі азамат дүниеге келді, екі бала. Сол екі бала дүниеге келді. Олар 70% судан тұрады. Ағза осы мінекей суда тұр. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Ал мінекейіңіз соған енді олар ер жеткенше өзі тамақ ішеді, ішкі ағзаны ластайды. Осылайша ішкі ағза ластанады. Енді сол ағзаға, ішкі ағзаға жағдай жасағысы келеді. Біреулер айтады, біреу айтады, мен су ішем дейді. Мынау таза су. Екі стаканға құйып қояйық. Бір азамат таза су ішем дейді, екінші азамат мен мынау қарал майынмен қосып ішем дейді. Мынау мінекей қарал клубының қарал майыны. Осыны міне бұл дайындап қояйық. Енді мінекей су ішкен адам етіп іше береді суды. Міне өзгерді ме? Өзгерген жоқ. Ал енді қарал майын пайдаланған адам, ол қараңыз, міне су ішті, тап-таза болды. Мінекейіңіз қарал майын. Бұл енді мынау H5 деген антиоксидант. Бұл H5 ішем дейді мына азамат. Мына қараңыздар, қазір бұл адам бат ішетін адам. Бат деген табиғи өнім ішетін адам. Табиғи өнімді ішіп жатыр бұл адам. Ал мына адам табиғи өнім ішпейді, бірақ өзінің организміне тағы да тамақ ішеді. Тамақпен бүйтіп, ішкі ағзаны тағы да бүйтіп біздер ластаймыз. Көрдіңіз ғой. Ал мына адам мінекей тоже тамақ ішіп жатыр. Қараңыздар. Бұлай көрсетейін сіздерге анық болу үшін. Міне. Көрдіңіз бе? Қанша тамақ ішті, бірақ ешқандай әсер еткен жоқ тамақ. Тамақ таза күйінде жүр. Қан тазарады осылай. Адам ағзасы таза болу үшін, адам ағзасына әрбір адам өзі жағдай жасау керек. Қалай жағдай жасайсыз, ол өздеріңіздің еріктеріңізде, достар. H5 қарал майының басқа да өнімдерін пайдаланатын болсаңыздар, сіздің ағзаңыз әр уақытта таза болады.